Келесі 53-те коснусь еще одной темы дейді. Тағы бір тақырыпқа назар аударуларыңызды сұраймын дейді. Которая возникла в последние годы, соңғы жылдары орын алған. Сейчас, особенно в крупных городах, появилось множество различных школ, готовящих женщин и пары к родам, в которых работают специалисты, психологи, врачи, духовные наставники. Қазіргі кезде үлкен қалаларда көптеген мектептер пайда болған, яғни әйелді және жұптарды босануға дайындайтын. Онда психологтар, дәрігерлер, рухани жаңағы бағыттаушылар, рухани жаңағы мамандар істейді бұл жерде, Олар үлкен жұмысты атқарады, проводит большую работу. Яғни баланың туу процесі барынша табиғи түрде өту үшін. Босанулар үй жағдайында да, және де суда босануда да өтеді. Девиз этих школ, бұл мектептердің девизі, яғни ұраны деймін, осознательное родительство, яғни шынайы ата-ана болу саналы түрде. Все это действительно способствует рождению здоровых детей. Расымен де бұның барлығы дені сау баланың дүниеге келуіне әсер етеді. И поэтому сондықтан движение с естественным родом ширится. Осындай әрекеттер ұлғая түсуде, табиғи босанулар бойынша. Я хочу сказать о другой стороне медали. Мен жаңағы басқа жағын қырын айтқым келіп тұр, которая зачастую также присутствует в программах этих школ. Сол мектептердегі бағдарламасындағы бар нәрсені айтқым келіп тұр. Они впадают в крайность и во главу угла ставят материнство, отцовство и здоровье ребенка. Олар басты шарт ретінде шектікке кетіп, басты нәрсеге аналықты және әкелікті және баланың денсаулығын басты орынға қояды. Кто-то скажет, что школа для этого и существует, помочь родиться здоровому ребенку. Біреу айтуы мүмкін дейді, мектептер жаңағыдай сол үшін да пайда болған, яғни дені сау ұрпақтың келуіне, баланың. Но жизнь ребенка не заканчивается в момент родов, а только начинается. Алайда баланың өмірі туған кезінде бітпейді, тек қана басталады, тек басы ғана. И в дальнейшее развитие судьба зависит не только от благоприятных родов, но и это главное, отношения между родителями. Және де оның баланың ары қарай дамуы, тағдыры оңтайлы босанудан емес, тек қана содан емес, және ол ең маңыздысы ата-ананың өзара қарым-қатынасына байланысты. Все обучение в этих школах ориентировано на развитие мужчины и женщины, основное родительских чувств. Бұл мектептегі барлық оқыту бағыты әйел мен еркек арасында ата-аналық сезімдерді машықтануына көмектесу. И женщины готовит мать, әйелден аналыққа дайындайды, еркектен әке болуға дайындайды еркекті. Және ол соншалықты ашық түрде, жарқын түрде көрсетілген, что уже первый годы, алғашқы жылдардың өзінде әйелде әйелдік қасиеттердің жоғалуын көруге болады. Ал еркекте еркектік қасиеттің жоғалуы. Олар ана және әке. Бар болған сол ғана. Опять происходит нарушение системы ценностей. Тағы да
құндылықтардың бұзылу, жаңағы құндылықтар жүйесінің бұзылуы орын алады. Ведь зачастую молодые еще не стали по-настоящему мужчинами и женщинами, им более всего не хватает умения любить себя и друг друга. Көбінесе жастар өзі расымен де үлкен әйел мен еркек болған жоқ, олардың әлі өзінің дағдылары жоқ, өздерін жақсы көруге, бір-бірін жақсы көруге. Необходимо помочь молодым родителям верно выстроить систему ценностей, научить тантре любви, построить отношения с родственниками, открыть духовные ценности. Жастарға, молодым, жас ата-аналарға көмектесу керек. Құндылықтар жүйесін құруға, дұрыс құруға, махаббат тантрасына дей ма, енді махаббаттың биік шегіне дейікші, үйретуге, туысқандармен, туыстармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға, рухани құндылықтарды ашуға, и уже как следствие рожать здоровых детей. Содан соң ғана, соның нәтижесінде ғана дені сау ұрпақты балаларды тууға үйрету. Вот тогда сонда ғана у детей наверняка не будет проблем. Балаларда проблема, мәселелер туындамауына кепілдік беруге болады, яғни. На ослабление женственности и укрепление материнского чувства все еще влияет мнение, что секс нужен только для рождения детей. Это глубокое заблуждение, и в нашем мире оно приводит к серьезным последствиям. Әйелдік қасиеттің босаңсуына, яғни әйел ана болып кетеді ғой, өзін ұмытып, аналық сезімді қатайтуға все еще әлде келесі мынандай пікір әсер етіп жүр. Яғни секстің тек қана балалардың тууы үшін ғана керек деген пікір. Бұл өте үлкен теріс пікір, заблуждение, шатасу, және де біздің әлемде бұл үлкен күрделі нелерге, последствия, басқа да проблемалардың пайда болуына алып келуде. Бұл келесі бізде рилста болсын. Бұл 58-ші бет. Сау болыңыздар. Барлығы ұнады деп ойлаймын. Мен жалпы келісем, бізде енді көп қой бізде отбасылар, мектепті бітіре салып үйленетіндер бар, отбасылы махаббатпен, махаббатсыз ба. Бір қыздар бар, қалай білім алғысы келмей, диплом алғысы келмей күйеуге шығады, жаңа күйеу асырасын деп. Біреулер бар, жаңағы жыныстық қатынасқа асығатындар бар. Көбінесе енді махаббат қой, енді бір-бірін ұнатып жоғалтқысы келмейді, сразу бірден жаңағы. Әсіресе қазір жастар өте тез асығып үйленуде. Енді 21-ші ғасырдың жастары мүлдем басқаша, біз сияқты емес. Әр заманның өзінің тұлғалары бар жалпы, өзім менің пікірім. Сосын балаға қарау да басқаша қазір. 40 күн отырмайды қыздар, әсіресе блогерлерді байқасаңыз. Дұрыс емес деп ойлаймын мен. Ол ешқандай да жаңағы мода, сән емес. Жай ғана әйелдер өздерінің күтуіне байланысты да. Сосын тіл көз деген бар, бәрібір бізде қазақта. Сондықтан да жастар бір-бірін білмей тұрады да, сразу бірден де бала болып, бір-бірін танымай, солай жаңағыдай ата-ана болып қалады да. Енді Құдайдың бергені ғой, жаман айтуға болмайды әрине. Содан кейін өздерінің бір-бірінің арасындағы қарым-қатынас ұмытып кетеді да, қарым-қатынас. Махаббат жоқ болып кетеді, барлық назар балаға кетеді. Сонымен
айыл тым қатты асыра сілтеп жіберуі мүмкін, балам деп күйеуі кетіп қалуы мүмкін, иә, шаршап кетіп. Осы кезде жаңағыдай егер де уақыт кішкене 1-2 жылдай бір бірін біліп, сосын ата ана болуға мақсат қойса, сонда дұрыс болады деп ойлаймын. Сонда жаңағыдай махаббаттары жеңіп, кез келген нәрсеге төтеп бере алады да жастар. Енді ешкімге ақылшы бола алмайсың, әркім өз өмір сүреді әрине. Сондықтан секс туралы бізден мүлдем айтуға болмайды, просто жыныстық қатынас деп айтады да, и вот ұят сияқты. Бірақ ол ұят емес, жалпы ол табиғаттың заңы ғой. Әр нәрсені өзінің атымен атау керек. Қайбір подкастта көрдім мен, замандаста көрдім ау деймін, адаспасам. Неге бізде қазақ тілді секс деген сөзді айтуға айтпайды, тыйым салынған дей ма, ұялады дейді. Расымен де біз айтпаймыз, иә. Сосын тағы қандай, бұл құндылықтардың жүйесі, әр нәрсенің орны бар, иә. Содан кейін әйел балаға беріліп кетіп күйеуін ұмытып кетуі өте көп жағдайда, иә. Сосын күйеуі ренжиді, басқа бір жаңағы любовница дей ма, соған кетіп қалады. Өйткені үйде әйелі балаға беріліп кеткен да. Енді оған да қиын, оңай емес. Бірақ та бұл жерде жаңағы әкелік не туралы қазір бір подкаст болып отыр ғой. Батыр әлем 91 тобы, сосын Зак екеуі сұхбат берген. Ол жерде жаңағы екеуі пікір айтып отыр да, отбасылық өмір туралы, әйелдердің қаншалықты жақсы көретіндері, қалай көмектесетіні туралы, ана жас келіншектері соншалықты ақылды болғанына білем, басқаша олар не так сумели подстроить их, оларды жаңағы заманауи түрде дейміз ба, өте күшті ақылға салып күйеулерін жаңағыдай запрягать етіп қойған дей ма, запрягать етесің, сен де қара деген сияқты, сен де көмектес деп. И олар да с удовольствием бар ынтасымен көмектесіп соны айтып беріп жатыр да. Басқа қазіргі ересектер біздің жастағыларға соны неғысам, жоқ өзің қара деп шығады ғой, мен еркекпін ғой деп ше, басын көтеріп. Ал бізде сосын біз де бәрін істеп кетеміз да, әйелдер ғой. И соған үйреніп қалғанбыз. Бізге де ер сияқты еркек араласып жаңағыдай көмектессе. Ал по идее негізінде декреттік демалыс деген, мысалы әскери адамдарда бар, соны естігенімде таң қалғанмын. Сосын Бейбіт Әлібеков те балаларына қалай күшті қарайды, Байымсағада жатқан ауруханаға бірге кітаптар шыққан ғой, бір кітап шыққан, әкелік тәрбие ма, 30 танымал тұлға қазақтарға қазақша аударылып шыққандай, өте күшті кітап. Айтайын деген жастарда қазір отбасылы болған кезде өте басқаша, заманауи, үлгі тұтарлық деп ойлаймын. Жақсы сау болыңыздар. Бұл менің жеке пікір жаза кетіңіздер.